Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін Нұрбол. Бұл кішігірім эксперименталды видео болмақ. Себебі мен осы видеороликта мүлдем монтажды қолданбаймын. Монтажды қолданбаймын болғанда тек бастапқы және соңғы жақтарын кесемін. Одан бөлек тек сіздермен біз болып кішігірім сөйлесеміз десек болады. Бүгінгі видеоның тақырыбы логикалық есеп. Логичный счет деп негізі орысшалап қойған болатын бастапқыда, бірақ та кейін бұл ақпарат көбінесе қазақ тілді қауымға пайдасы молырақ болады деп қазақша видео қылмақшы болдым. Так, неге эксперименталдық видео? Оның бірінші себебі мен күніге видео шығарамын деген ниетпен болып отырмын, Құдай қаласа. Және де бүгін үйге қонақтар келіп, қол тимей, қазір өтірік айтпас болармын, сағат 9-дан 44 па, 9-дан 50 ма кетті шамамен. Сондықтан да осындай кішігірім эксперименталдық видео қылып, бір жағынан өзім қойған бағытыма тік және де қайтпай жүрмекші болдым. Өте ұзақ вступление дейді ғой, өте ұзақ қосылу, сондықтан да кешірім сұраймын. Ал олай болса кеттік. Мен бұл әңгімені көбінесе өзімнің достарыма, жолдастарыма айтамын. Бүгін өзімнің оқырмандарым, подписчиктарым YouTube'пен бөліскім келді. Логикалық есеп, ол дегеніміз не? Негізі маған қазір калькулятор керек еді. Арт жақтағы болып жатқан Нарутоның орнына калькуляторды қолдансам ба деп отырмын қазір. Бір минут, мен барып даже алып келейін. Маған калькулятор керек, себебі сіздерге де калькулятор керек болады деп ойлаймын. Аласаңыз, егер де жақын жерде бос телефон болып жатса, неге алмасқа. Бұл видеода кішігірім монтаж болатын секілді, себебі үйде түсіріп жатқандықтан кейбір күтпеген жағдайлар болып қалады. Ал олай болса кеттік. Логикалық есеп. Калькулятор болса алып алыңыз. Лишний болмайды дейді, лишний болмайды. На всякий случай алып қойсаңыз. Енді біздің қазақтардың арамыздағы өзіміздің арман қандай негізі? Бізде қазақтарда более-менее средний жақсы өмір дегенімізде, ол дегеніміз бір квартирасы бар, 2-3 бөлмелік, жарайды шлевит үлкен қылып айтпайық. Сіздерге просто қазір түсіндіргімге отыр да, әлемде не болып жатқан, әлемде қандай бағалар болып жатқан, және де болашаққа хотя бы примерно план құралатындай. Өзімді бұл жақта мастерім деп айта алмаймын, бірақ та егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, значит сіздің уақытыңыз көп. Жарайды. Қазақтардың кішігірім арманы қандай? Кішігірім средний, жақсы, крутой қазақ дегеніміз кім? Және ол дегеніміз двухкомнатный, трехкомнатный квартира Алматы немесе Астанада, немесе Шымкентте, скорее всего Алматы, Астанада. Және оның қасына бір автокөлік, ол дегеніміз, к примеру, бәрі жақсы көретін Toyota Camry 50 автокөлігі болсын. Енді осыларды алып қарайық. Тек осы екі затты алайық. Бастапқыда қатты қиындатпай, тек осы екі зат. Біріншісі үй, екіншісі көлігің. 2-3 машина деп айтатқан жоқпыз. Минимальный, средний, жақсы қазақ отбасылардың, туысқандардың арасында авторитеті бар қазақ деп айтсақ болады. Екі сол критерий бар. Үй және автокөлігі. Енді біріншіден үй тақырыбын алып қарайық. Үй тақырыбы ол дәл қазір қарайыншы, сіздерге өтірік айтпас үшін. Крышаға кіресіздер, және де ол жақтан 2 бөлмелі үйлерді бағасын, средний бағасын Алматы қаласында көрейік. Қанша тұратын, қалай болатын жалпы. Кіреміз, 2 бөлмелі үй, Алматы қаласында үй болғанда квартира. Средний бағалары, так, бір минут, сәл түсірейін. 12 миллион, 15 миллион, 20 миллион, 13 миллион. 10 миллионнан ары қарай кете беретіні 10-15 миллион деп алайық. 15 миллион деп алайық. Сіздің квартираңыз 2 бөлмелі квартира
Алматы қаласында 15 миллион теңге деп жазып қойыңыз негізге калькуляторыңызға, және оған қасына бір автокөлік қосылу керек, дұрыс па? Оны білу үшін колеса сайтына кіресіз, приложениесіне, егер телефонмен кіріп отырсаңыз. Колесаға кіреміз, Toyota Camry 50 автокөлігін іздеп қарасаңыздар болады. Мен в режиме реального времени қазір қарап отырмын. Өтірік айтпас үшін. Легковые, бұнда қандай машина бар? Toyota Camry 2012 жылғы дейікші, обычно сондай болатын еді. Так. 2012 жыл. 2012 жылғыда бастап шығарылған Camry'лер, обычно сол 50-клер болады. Так, 50-55-те қарай берейік бірге. 55-тер 9 миллионға тұр. Так, 2015 деп қойыппын мен. Бәсе тек 55-тер шығып жатыр. 2013 дейік. Неге ауысып кетті бұл? 2021 болып, түсініксіз. 13. Toyota Camry 50. Бүкіл Қазақстанда ортақ бағасын айтуға көреміз. Бірінші объявление 7,5 миллион, екіншісі 6,5 миллион, 8,5 миллион, 9 миллион 200. Ол комплектациясына да байланысты, ол жүрген пробег дейді, пробегіне де байланысты, оның состояниесіне байланысты. Және көп сондай факторларға байланысты бағасы әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ средний мұнда қарайтын болсақ, 8 миллион, 8,5 миллион, 8,5 миллион деп, ладно, 8 миллион деп алайық. Жаңағыдегі 15 миллион теңге квартираға, оның қасына қосасыз 8 миллион теңге Camry автокөлігі. Сонда бізде туысқандардың арасында более-менее авторитетің бар, жақсы, крутой, жұрттың баласына сәл жақындау қазақ болу үшін 23 миллион теңге керек екен үймен квартираға қазіргі уақытта. Ал енді сіз қанша жасыңызда сондай үй, квартира алғыңыз келеді? Соны қарастырайық. Жақын примерно 3 жыл деп алайық. 23 миллион теңге естеріңізде сақтап алыңыздар. 3 жылда бізде көбейтеміз 365-ке 1095. 1095 күн бар сізде, және жаңағыдегі 23 миллионды алып, 1095-ке 23 миллион. Жаңағыдегі автокөлікпен квартираның бағасын алып, оны 1095-ке бөлеміз. 1095-ке. Сонда сіз күніне, егер 3 жылдан қазір, примерно, сіз 18-де болатын болсаңыз, 19, 20, 21 жасыңызда Camryмен бір үй аламын десеңіз, сізге күніне 21 миллион теңге, 21 мың теңге табу керек екен. 18 жасыңыздан бастап. Выходнойсыз, демалсыз, сіздің ішетін тамағыңыз, қыдырған жеріңіз, киім алғаныңызды санамағанда, сіз тек автокөлікпен двухкомнатный квартираға 21 мың теңге табуыңыз керек екен күніне 3 жыл бойы. Сол кезде сізде сондай автокөлік және де квартира болады 21 жасыңызда. Жарайды, сіз 20 жасыңызда дейік, без проблем. 20 жасыңызда, и сіз 30-ға, сіз ондай прям амбициозный, қатты амбицияң көп емес, сізге постепенно, қатты жылдан емес, 30-ға таман сондай бір камрюхамен бір квартира болған қалайық дейді. 10 жылда 365 аламыз жаңағыдегі, көбейтеміз 10-ға. Маған просто солай ұнайды. 3650 күн. 3650 күн. Оны жаңағыдегі 23 миллионды аламыз.
Бұнда туповатый болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз примерно түсінуіңіз керек та. Примерно өзіңізге ұнайтын көлікті алыңыз, өзіңізге ұнайтын үйді алыңыз, және де сондай үймен сондай көлікті қанша жылдан кейін өзіңізді елестете аласыз деген жолды алып, қазіргі жылыңызды алып, бөліп, қанша жыл шығады, соның ішінде қанша күн бар, және де сонша күнді алып, жәнедегі көлік пен квартираның ақшасына бөлесіздер. 23 миллион бөлеміз 3650 күнге. 10 жылдың ішінде сізде квартира мен жаңағы 50 болу үшін. Сіз күніне 6301 теңге табуыңыз керек. 10 жыл ішінде. Тағы да айталаймын, тамағыңыз, қыдыруыңыз, және де киім алуыңыз, в общем, ешқандай ақша кетпегеннен сіздердің қолыңызда күніне 6300 теңге болу керек. Енді айтып кетейін, бұл прям күшті өмір үшін емес. Бұл кәдімгі 50-ка, средний Қазақстандарда, қазақтардың арасында средний достаток дейді, сол дәрежеге жету үшін. 50-ка двухкомнатный квартира. 30 жасыңызға таман алу үшін сіз күніне 6300 теңге табу керексіз. 20 жастан бастап. Ну и 18-ден бастап 28-ге дейін алғанға дейін сондай, примерно сондай. Не айтқым келіп отыр? Қазақстанда қазір минимальный зарплата 21 мың теңге айына. Сіз 6301-ді давайте көбейтейік 30 күнге, даже не 31 күнге көбейтейік, окей. Сіз айына 195 мың теңге 10 жылдан кейін машина алу үшін, үй алу үшін, сіз 20 жасыңыздан бастап айына 195 мың теңге табуыңыз керек. Тек сол автокөлік пен машинаңызға және басқа заттарың. Автокөлік және квартира үшін 195 мың теңге ай сайын шығарып тұруыңыз керек. Естеріңізге саламын, Қазақстанда ең минималды зарплата 21 мың теңге, средний зарплата 60-70-80 мың теңге. Түсіндіңіздер ме, неге біздің экономикамыз қатты мықты емес екенін? Мен Духсотка туралы айтып отқан жоқпын, мен Lexus туралы айтып отқан жоқпын, мен кәдімгі үй туралы айтып отқан жоқпын. 2 этажды деген сияқты. Мен жай 2 комнаталық квартира, және де 1 автокөлік болды. Қалай ойсыздар енді, сіздер күніне, айына 195 мың теңге тауып жатсыздар ма? Қазірден бастап. Мен ойлаймын, мені примерно сол 20 жас арасындағы қыздар мен жігіттер көреді деп. Елестетіп көріңіздер, бәрі калькулятормен есептейді. Сіздер өздеріңізді 10 жылдан кейін көрсін алып елестетіңіздерші өздеріңіздің жақсы өмірлеріңізді. Негізі бұл методика сондай болып істелінеді. Бұның бәрі бірінші айтылмайды, бірінші сөзден сұрақ қойылады. Сіз қандай өмірді қалайсыз 10 жылдан кейін деп? Керемет өміріңіз. Бәрі обычно айтады, двухэтажный үй, және де бір 200, там, или Range Rover, там, гелик, сондай деп. Үйтіп айтсақ, бұдан көп ақша шығады. 2 есе, 3 есе, 4 есе көп ақша шығу керек. Ал біз қазір қатты армандамай, ең төмен түсіріп, бәсеңкелетіп, елестетіп, армандап отырғанымызбен санағанның өзінде біз соған жету үшін айына 195 мың теңге және күніне 6300 теңге табуымыз керек екен. Жай ғана осыны айтқым келді. Өздеріңіз көріңіздер, есептеп, елестетіп, бірінші өзіңізге сұрақ қойыңыз, 10 жылдан кейін қандай көлік, қандай үйде тұрғым келеді деп, және де сол бағаларын крыша мен колесодан көріп қосыңыз бағаларын. Бұл не үшін істелінеді негізі? Сондай сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сіздерге мотивация болу үшін істелінеді. Егер сіз зарплатаңыз 60 мың, 50 мың, 30 мың, 40 мың,
10 мың теңгелік зарплатаға жұмыс істеп жүрген жұрттар да бар. Егер сіз сондай жұмыс істеп жүрсеңіздер, просто одумайтесь, ойланыңыздар. Сіз дұрыс жерде жұмыс істеп жүрсіз ба? Болашағыңызды бір ойланып көріңіздер. Мен өзімді тіпті жаман ақылды деп айтып отқаным жоқ, просто бұл факт, бұл цифрлар. Мен оған сіздерді жамандап отқаным жоқ, жақсылап отқаным жоқ, просто по факту айтып отырмын. Просто чтобы 10 жылдан кейін сіз бір 50 мен бір двухкомнатный үй алу үшін сіз қазірден бастап айына кем дегенде 195 мың теңге тауып, оны ешқайда жаратпай 10 жыл жинауыңыз керек. Күніне 6300 теңге тауып, оны сақтап отыруыңыз керек. Күніге 6300 теңге. Выходной, бір жаққа қыдырып кету деген тема жоқ болу керек. Бұл өмір жұрттарға оңай сияқты көрінуі мүмкін. 50 алам, құдай қаласа, 1-2 жылда, 3-4 жылда 50 алам, үй алу керек еді. Негізі нифига оңай емес дейді. Нифига оңай емес. Реально күшті болу үшін реально тірлік қылу керек, реально двигаться надо, как говорится. В общем, сол. Видео и так өте ұзын болып кеткен шығар, мен білмеймін, даже үлгеріп отырмын ба. Сағат уже 10-нан 11 кетті. Маған 2 сағаттың ішінде превьюшкасын істеп, описаниясын жазып, тегін жазып, бәрін дайындап, видеоны кішігірім монтаждап, ютубқа салу керек. Бір жағынан күшті екен, қатты сложно жібермейсің, потому что түсініп отырсың өзің уақытың аз екенін. Айтқым келген осы, негізі айтқым келіп отқан осы. Өздеріңіз елестетіп көріңіздер, қандай 10 жылдан кейін өздеріңіз елестетіп көріңіздер, жалпы қандай үй, қандай машина, скорее всего бала-шаға, соның бәрін елестетіңіз, и примерно қанша ақша керек екенін елестетіңіз. Бала-шаға демей қойып, просто машина, үй, соны алайық, просто одан қатты тереңірек тоже бәрін санауға болады. Ол уже по желанию, как говорится. Осындай кішігірім, может даже местами душевный видео болды. Арнайы қазақ тілінде істедім. Жұрттар жазуы мүмкін, не орысша сөздер қосасың деп. Бұл менің арнам, менің каналым. Және не айтқым келеді, қалай айтқым келеді, ол мен өзім шешім қабылдаймын ол туралы. Ол жайында. Және де ойламаймын, сіздер барлықтарыңыз шын өмірде 100% қазақша сөйлейді деп. Сол себепті орыс сөздерін өздеріңізде короче двигаться деген сияқты өздеріңізде қосасыздар. Мен барынша түсінікті болу үшін ол сөздерді өзім өмірде қолданғандықтан өзімде қостым қазір. Сіздерге бұл видео ұнады деп шын жүректен сенемін. Осындай формат қалай сіздерге? Минимум монтаж, просто камераны қойып, кішігірім бір пайдалы тақырып туралы айтсам қалай қарайсыздар? Егер де сіздерге видео шынында ұнаса, лайк қойсаңыз, өте қиын емес зат негізі. Просто бір кнопканы басып қоясыздар, бірақ осы видеоны YouTube-пен қолдауына көп көмек қыласыздар. Және де комментарий жазсаңыздар болады, өздеріңіздің ойларыңызды, немесе өздеріңіз қандай армандадыңыздар, қанша күніне ақша шықты деген секілді. Және ең бастысы достарыңызға жіберіңіздер. Өздеріңізбен жаста примерно бизнесқа қызығатын, немесе тағы да басқа. Сондай достарыңызға жіберіңіздер, оларға ұнайды деген ниеттемін, сіздерге де ұнайды деген ниеттемін. Осындай видео болды, кішігірім көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Нұрбол, мына жерде менің Инстаграм, кіріңіздер, подписывайтесь. Инстаграмда в основном өзім өмірімді салам. Қоштасуда ұзақ болып кетті. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.